Барлықтарыңа сәлем достар. Сендер мен қазір Афан және Әртеуір дегенде где-то 8 айдан кейін получается мен Әртеуір дегенде 100 оқырман жинадым. Бұл менің бірінші 100 оқырманым және мен болған өте қатты қуанып тұрмын. Себебі 100 бұл 200-дің жарысы, ал 200 бұл 400-дің жарысы, ал 400 бұл 800-дің жарысы, 800 бұл 1600. Короче, солай кете береді. Егер былай санасақ, менің бірінші 100 оқырманы бұл көп нәрсе. Себебі мен естуімше YouTube'та, әсіресе қазақша YouTube'та бірінші 100 оқырман жинау өте қиын, себебі қазақтар көбінесе YouTube'та отырмайды. Өздерінің TikTok-тарында отырады. Айтпақшы, мен TikTok-ма жазыла салыңдар, жай. Ода әрине видеолар жоқ, бірақ жазыла салыңыздар. Не қиыны бар ол жай. Менде TikTok-та оқырман көбірек негізі YouTube-тан қарағанда. Бірақ жазыла салыңдар. Негізінде мен өте қатты қуанып тұрмын, себебі 100 оқырман мен айтқандай бұл көп сан. Сендердің барлықтарыңа өзімнің рахметімді айтқым келеді. Өзімнің достарыма рахмет айтқым келеді. Мені YouTube арнада былай поддержать еткен. Мысалға, менің класстас достарым, мен мектепте оқимын. Маған өте көп көмектесті, маған не істеу керектігін айтты, маған советтар берді. Мен арнама жазылып, мені поддержать етті, кейбіреулері комментарий жазады. Ал кейбіреулері мен арнам жайлы барын айтты. Прикинь, менің класстасымда типа арна бар, ол видео. Кешіріңіздер, видео түсіреді. Жоқ, сен прикинь, оның арнасы бар. Ничего себе. Және оларға рахмет айтқым келеді, Опсиға рахмет айтқым келеді әрине, себебі Опси менің арнамда типа актер ғой, ол басты кейіпкер ғой менің арнамдағы, менен кейінгі. Ладно, Опси екеуміз істейміз. Және де басқа адамдарға рахмет айтқым келеді. Мысалға, Юн Хиді білесіңдер ме? Юн Хи. Ол бір видеода пайда болған. Ол видео өте ескі. Және де ол видео өте аз қаралым жинады. Сондықтан да қарай салыңыздар, себебі Юнге ренжіп қалса, кім біледі. Негізі YouTube жолды бастағанда бұл өте қиын болды. Себебі қалай айтсам екен, мен монтажды білмедім, оны қалай істейтінін. Сондықтан да мен YouTube'тан қарадым, монтажды қалай істейтінін, және мен басынан білген бұл оңай емес екен, бірақ та мен үйреніп алдым. Кішкене, маған әлі үйренетін көп нәрсе бар, бірақ мен былай үйреніп алдым. Енді мен видеоларым жайлы. Менің арнамда танымал видеолар өте көп. Мысалға, ең танымал видеоның бірісі менің алғашқы видеом деп санасақ болады. Ол даблбас жайлы видео. Ода почти 400 қаралым және өте көп лайк. Ал тағы бір видеоларым мысалға танымал бұл Спецмен Zero, сары киімді бала, немесе егер мен әке болсам, және оның екінші бөлімі Survival Simulator, таққаны бар еді, Майнкрафт. Майнкрафт. Және бұл видеолар өте жақсы видеолар. Бұл сендерге ұнады, мен бұған қуаныштымын. Бірақ та егер сіздерге мысалға қандай видеолар ұнайтынын айтып кетсеңіз комментарияда, мысалға мүмкін сендерге Майнкрафт ұнайтын шығар, немесе Survival Simulator түсірген керек шығар, немесе көбірек хоррор ойын түсірсек қайтеді. Қолымыздан келсе біз көп хоррор ойын түсіруге тырысамыз, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жарайды, енді 100 оқырманға оралсақ, мен өте қатты ұнаттым. Қалай ойлайсың, ол 100 оқырман қайдан келді? Қалай ойлайсыздар? Видеолардан? Жоқ. Менің достарым, таныстарым жазылғаннан? Жоқ. Бір қысқаша видеодан ғана келді. Ода білесіңдер ме қанша просмотр? 600. Және ол 2 күнде. Егер біреу түсінбесе, мен қысқа видео жайлы айтып отырмын. Шортста түсірген. Ода типа Спанч Боб бар, және ол өте көп қаралым жинады, лайк жинады. Және ең қызығы, қалай ол жинады менде сұрақ? Қалай? Типа ода мен просто типа TikTok-тағы видеоны көрсеттім. Жарайды. Не айтсақ та бұл видео танымал кетті. Және оның арқасында мен алғашқы 100 оқырман жинадым. Ал видеоны көргендер үшін рахмет, лайк басып менің арнама жазылыңдар. Және де 100 оқырманда қайтқан 100 оқырман үшін әрине қайтадан рахмет. Ал бұл видеоны көргендер үшін рахмет, лайк басып менің арнама жазылыңдар. Барлықтарыңа пока-пока, чао. Айтпақшы, міне сендерге кішігірім бонус, бұл шын оқиға. Super Idol di Charo, Domaini did 10 by each tongue for the M1, Domaini year 1. Ray I bilingual do, did sing Chinda John Loose away.